Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі менің бейне ролигімді тағы да қазақтың бір салт дәстүріне көз жүгіртсек пе деген ниетім бар. Өздеріңіз білетіндей, қазақтың салт дәстүрінде жеті қазына деген киелі ұғым бар. Бірақ өкінішке орай көптеген біздің замандастарымыз, ғалымдарымыз осы жеті қазына деген нәрсені шатастырып жүр. Әлі күнге дейін интернетті ашып қарайтын болсаңыздар, әлі күнге дейін бізде жеті қазынаның ішіне нақты қандай ұғымдар кіретінін әлі белгілей алмай отырмыз. Бұл өкінішті жағдай. Бұл жерде бір нәрсені ұмытпау керек. Жеті қазына деген ол жалпы не деген сөз? Жеті қазына деген ол қазақ халқының жеті қазынасы, яғни қазақ халқының жеті қазынасы қазақтың жас балаларын, жас өспірімдерін қандай мақсаттарға, қандай сипатта тәрбиелеу керек. Сол үшін бұл жеті нәрсені ата-бабамыз қазына деп атаған, халықтың қазынасы деп атаған. Өйткені өздерінің жас бала шағасын осы жеті нәрсеге бағыттап тәрбиелеген. Ал енді ең басында айта кететін нәрсе, неге жеті қазына, неге 8 емес, неге 10 емес дейсіздер ғой. Енді өзіміз білетіндей, жалпы жеті деген қазақ халқы үшін өте киелі сан болып саналған. Өйткені ата-бабамыз жеті деген санды ерекше қастерлеп, ерекше құрметтеген. Бұл қайдан шықты дейсіз ғой, бұл жеті санын құрметтеу. Жеті санды құрметтеу тікелей біздің асыл дініміз исламмен байланысты болған. Алла тағала Мұхаммед пайғамбарды елші етіп жіберген сәтінде оған 7 аяттан тұратын Фатиха сүресін түсірген екен. Тағы да жеті санның құрметтеуінің бір себебі біздің ата-бабамыз сонау заманнан ақ көк тәңірдің, көк аспанның 7 қабаттан тұратынын білген десек болады. Тағы да біздің ата-бабамыздың жеті санды құрметтеп қастерлеуі олардың адам жаратылысы туралы терең біліммен тікелей байланысты болған. Біздің ата-бабаларымыз адамның пайда болуы, адамның жаратылуы Алланың әмірімен 7 сатыдан, яғни 7 этаптан тұратынын білген. Бұл ненің белгісі? Яғни біздің ата-бабаларымыз керемет білімнің иесі болған. Мысалы, қасиетті Құран кәрімде осы Алла тағаланың адамды жаратуы шын мәнінде де 7-ге бөлініп нақты көрсетілген. Мысалы, қасиетті Құранда былай делінген: расында біз адамды балшықтан жараттық дейді. Бұл бірінші. Сонан кейін оны жатырда тұратын тамшы қылдық дейді. Екінші этап. Сосын тамшыны үйіған қан жасадық дейді. Үшінші этап. Үйіған қанды кесек ет жасап, төртінші этап. Кесек етті сүйек жасадық дейді. Бесінші этап. Сүйектерге ет қаптадық дейді. Алтыншы этап. Сонан кейін оны басқа бір жаратылыс қып жан салдық дейді. Жетінші этап. Көрдіңіздер ме? Яғни біздің ата-бабамыз дүние жүзін Құдайдың жаратқаны 7 этаптан тұрғанын білген. Сондықтан да 7 деген санды құрметтеген. Ал енді нақты 7 қазынаға келетін болсақ, 7 қазына мен көптеген әдебиеттерді қарап шықтым, көптеген біздің ойшылдарымыз, көптеген философтарымызды көріп шығып, келесі бір тұжырымға тоқтадым. Енді менімен келіспейтіндеріңіз де бар болуы мүмкін, бірақ дегенмен де әр 7 қазынаға кіргізген нәрсем туралы мен неге бұны 7 қазынаның ішінде болу керек деген өзімнің аргументтерімді де көрсетуге тырысам. Сонымен қазақ халқының 7 қазынасы неден тұрған? Ең бірінші қазақ халқының бірінші қазынасы ол ер жігіт деген ұғым. Яғни қазақ халқы өзінің ұлдарын тек еркек қылдырып қана емес, өйткені қазақ тілінде қарасаңыздар, қазақ салт дәстүрінде қарайтын болсаңыздар, еркек деген сөз тек қана мына малдың, жануардың еркектеріне қарай айтылған. Ал өзінің балаларын, ұлдарын біздің қазақ әр қашанда жігіт, азамат, батырым, ер жігітім деп айтуға тырысқан. Сондықтан да қазақ халқының бірінші қазынасы ол ер жігіт. Сондықтан да мысалы біздің қазақ халқының фольклорын қарайтын болсақ, мақал мәтелдерді қарайтын болсақ, барлық біздің ұлдарымызды тәрбиелеу тек қана осы ұлдарымызды ер жігіт, батыр қылдырып тәрбиелеуге бағытталған. Мысалы, атадан жақсы ұл туса, есіктегі басын төрге сүрер. Атадан жаман ұл туса, төрдегі басын жерге сүрер деп айтады. Көрдіңіздер ме? Немесе атадан жақсы ұл туса, елінің қамын жейді. Атадан жаман ұл туса, елінің малын жейді дейді. Немесе жеті атасын білген ұл жеті жұрттың қамын жер, өзің ғана білген ұл құлағы мен жағын жер дейді. Яғни бірінші қазақ халқымыздың 7 қазынасы
жеті қазынаның біріншісі ол ер жігіт деген ұғым. Яғни біздің ұлдарымызды, балаларымызды ер жігіт қылдырып тәрбиелеуге бағыттаған халқымыз. Ал енді жеті қазынаның екіншісі ол сұлу әйел. Бұл жерде сұлу деген мағынаны ол мына фигура немесе бетін әлпештеу емес, бетін көркемдеу емес, жоқ. Сұлу әйел деген сөз. Сұлу деп кімді атаған қазақ халқы? Сұлу деген атына заты сай адамдарды сұлу деп атаған халқымыз, дана халқымыз. Яғни атына заты сай деген сөз беті, фигурасы, түрі бәрі көркем мінезімен, үлкенді сыйлау, кішіге ізет болу, дәстүрді ұстау деген сияқты қасиеттерге қосынды нәрсені сұлу деп атаған. Бұл туралы келесі мақалдардан ақ білуге болады. Сұлу қыз ауылдың көркі, сұлу қыз әкесіне жұлдыз, шешесіне күн деген халқымыз. Сұлу әйел жарының жақсылығын асырар, жамандығын жасырар. Сұлу әйел күйеуінің ойнап айтқанын ойлап талдайды. Көрдіңіздер ме? Осы мақалдан ақ біздің қыздарымызды, жасөспірім қыздарымызды, кішкентай қыздарымызды сұлу әйел қылдырып тәрбиелеуге тырысқанын көруге болады. Ал енді үшінші, төртінші, бесінші қазынаға, халқымыздың қазынасына тұлпар, яғни жүйрік ат, ит және қыран бүркітті кіргізген дана халқымыз. Бұл туралы келесі бір халқымызда сақталып қалған әңгіме бар. Сонау адам атамыз жәннаттан қуылып жерге жіберілген кезде, осы жерге келіп өзінің әмірін жүргізу үшін келген кезде, шайтан, яғни ібіліс осы жерге адам атамыздан бұрын түсіп, осы жерде өмір сүріп жатқан жәндіктер, жануарлардың барлығы, аңдардың барлығын жинап айтқан екен: ей жануарлар, аңдар, қазір сендерге көктен бір адам деген біреу түседі. Ол адам деген сендердің жауларың, ол сендердің быт-шыттарын шығарып, қырып, жойып, көздерінің быт-шытын шығаруға тырысады деп аңдарды адамға қарай айтақтаған екен. Сонымен адам атамыз көктен жерге түскен кезде аңдардың бәрі бұл адам атамызға шабуылдай бастаған екен. Сол кезде адам ата Құдайға жалынады екен: Тәңірім, Құдайым, маған бір жәрдемші жібер, мыналарға тойтарыс беретіндей деп. Сол кезде Құдай өзінің әмірімен жерге жылқыны, итті және бүркітті жібереді екен. Бүркіт келіп, адам атаның артынан шоқып жатқан құстардан тойтарыс беріп, оларды тоқтатады екен. Ит адамға алдынан шабуыл жасаған аңдарға тойтарыс беріп, алдынан қорғайды екен. Ал жылқы болса, кісінеп тұрып, адам атаны үстіне отырғызып алып, жан-жақтан шабуыл жасаған аңдарды тепкілеп, адам атаны сол қоршаудан, аңдардың қоршауынан алып шығады екен. Міне сол кезден бастап ит, қыран бүркіт және жылқы қазақ халқының жеті қазынасына кірген екен. Ал енді келесі жеті қазынаның тағы да келесіне тоқтайтын болсақ, ол берең мылтық менің ойымша. Өйткені берең мылтық деген не ол? Мылтық деген біздің ата-бабамыздың қазақ тарихын қарайтын болсақ, қашанда біздің хандарымыз осы мылтық, оқ дәрісімен атылатын мылтықты игеруге тырысқан. Сондықтан да берең мылтыққа ие болу, мылтықпен шебер қолдану ол әрқашанда қазақ халқының арасында бедел, құрмет алып келген. Мысалы қарайтын болсақ, Кейкі Мергенді алайық. Кейкі Мерген қандай керемет мылтықты игерген адам болған. Немесе әлі күнге дейін мылтықты атадан балаға мұра қылдырып беріп келген. Мысалы, Кенесары атамыздың мылтығы әлі күнге дейін сақтаулы. Немесе музейлардың бірінен қасиетті Құрманғазы атамыздың мылтығын атадан балаға беріліп, мұра ретінде беріліп отырып, қазіргі таңда музейде тұр. Көрдіңіздер ма? Яғни мылтықтың өзі жаңағы жеті қазынаның бірі болып, өйткені мықты деген жігіт, жерін қорғай алатын жігіт міндетті түрде мылтықты игеру керек болатын. Мысалы, қазақ халқында бұл туралы келесі мақал-мәтелдер бар. Атасы мылтық атқанның баласы оқ жонар дейді. Немесе батырдан кеңес сұрасаң, қылыш мылтық байрағын айтар. Шаруадан кеңес сұрасаң, соқасы мен тайлағын айтар дейді. Көрдіңіздер ме? Ал енді жалпы мылтыққа келетін болсақ, мылтықты шебер игерген батырлардың есімдеріне қазақ халқы осы мылтық деген сөзді қосып айтып отырған. Мысалы, қазақ тарихында Керейдің ішінен шыққан ұзын мылтық деген батырымыз болған. Немесе Адай руының арасында 40 мылтық Шоғы батыр деген батыр болған. Көрдіңіздер ме? Яғни мылтықты игеру, мылтықты шебер қолдану ол бір батырлықтың
бартырлықтың бір көрінісі болатын. Сондықтан да берең мылтық бұл жеті қазынаның тағы да біреуі. Келесі жеті қазына, яғни жетінші қазақ халқының қазынасы ол ақыл білім. Мысалы, ақыл білім деген туралы халқымыздың арасында әлі күнге дейін келесі бір әңгімелер сақталынған. Bir günü bir kişi gelip Hazreti Ali'den, yani Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kүйеу balası Hazreti Ali'den gelip, "Ye Ali, mal artık ba, ilim artık ba" dep suragan eken. Сол кезде Hazreti Ali "Әрине, ilim artık" деп айтқан eken. Сол кезде "Мысал келтір, дәлелде" деген сұрап тұрған адам. Сол кезде Hazreti Ali'miz бұлай айтқан екен: "Ilim пайғамбарлар мен әулие әнбиелерден қалған мирас, мал қарынбай перғауындар мен дүние қоңыздардан қалған мирас" деген екен. Осылайша көрдіңіздер ме? Алидің берген Hazreti Ali'дің берген жауабынан дүние ол анау дүние құмар, құмырсқа, жаңағы дүние қоңызға беріліп кеткен, жамандардан берілген нәрсе болатын болса, білім мен ілім ол бізге пайғамбарлардан қалған мирас екен. Сондықтан да ақыл білімді міндетті түрде жаңағы қазақ халқымыз жеті қазынаның ішіне кіргізген. Өйткені мал иесінің есімі өлгеннен кейін сөнеді дейді қазақ халқымыз. Ал білім иесінің есімі қиямет қайымға дейін сақталады деген қазақ дана халқымыз. Көрдіңіздер ме? Сонымен қазақ халқының жеті қазынасына келесі нәрселер кіреді. Біліп жүріңіздер, айта жүріңіздер. Біріншісі ер жігіт, екіншісі сұлу әйел, үшіншісі ит, төртіншісі тұлпар, бесіншісі бүркіт, алтыншысы берең мылтық, жетіншісі ақыл білім. Дәстүрімізді біліп, дәстүрімізге артымыздан ерген балаларымызды құрмет көзбен қарауға тәрбиелеп, осы жеті қазынаны ұстанатын ұрпақ туайық ағайын. Ассаламу алейкум.